Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода 100 дертке шипа болатын жүзім туралы айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Жүзім жер бетінде ең алғаш пайда болған өсімдіктердің бірі. Оның жапырақтарының ізі мен дәндерінің қалдықтары сонау бор дәуірінің қазба жұмыстарының арасынан табылған. Сондай деректерге қарап, мыс және қола дәуірінде жүзімнің дәл бүгінгідей өсіріле бастағанын байқаймыз. Археологтар жүзім ұрықтарын көбіне өзен маңындағы қоныстардан кезіктірген екен. Жүзім латынша витис, жүзім тұқымдасына жататын өсімдіктердің жемісі. Жүзімнің 70-ге жуық түрі бар. Қазақстанда дақылдық жүзім, винифера өсіріледі. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 50 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Жүзімді қалай таңдаймыз? Жүзімнің ең жақсысы ұстағанда қатқылдау болатыны және ашық түсті келгендері. Жасыл түстегі жүзім алғыңыз келсе, сәл сарғыштауын. Қара жүзімді қаласаңыз, қою түстісін таңдаған жөн. Жүзімді мүмкіндігінше сыртқы тозаңымен сақтай білген дұрыс. Сабағының құрғап қалғандығы жүзімнің үзілгеніне біраз уақыт болғанын көрсетеді. Тез үзіле қоймауы жүзімнің сапасын білдіреді. Бір тал жүзімнің шіри бастауы тұтастай бір шоқ жүзімнің шіруіне алып келеді. Жүзімді сатып алғаннан кейін көп уақыт ұстамаған жөн. Жүзім міндетті түрде суық жерде сақталуы тиіс. Бөлменің жылылығы жүзімді тез солдырады. Жүзім тоңазытқышта 1-2 күн бұзылмастан сақталып тұра береді. Тоңазытқыштан алынған жүзімді 1 сағаттан кейін жесе, дәмі анағұрлым тәтті болады. Жүзім қартаю процесіне қарсы, яғни ағзаны жасартады. Жүзім шырынын ағзадағы шлактардан арылу үшін пайдаланады. Жүзімнің қабығында орналасқан пигменттер иммунитетті нығайтады. Сол себепті қою түсті жүзім пайдалырақ болып есептеледі. Жүзімнің құрамы мен адам ағзасына пайдасы. Жүзім құрамында қант, органикалық қышқылдар, ферменттер, азотты және пектинді заттар, С, В тобының дәрумендері, ПП дәрумендері, өзектер, сонымен қатар минералдар мен микроэлементтер бар. Жүзім ағзаны холестериннен тазартады. Медицинада гемоглобинді көтеру үшін қаназдыққа, бүйрек, жүрек, жүйке ауруларына қарсы, бронхит кезінде жөтел мен қақырық шығару үшін қолданылады. Жүзім шырыны несеп және өт айдау үшін қолданылады. Қазіргі кезде ғалымдар жүзім сүйегінің қатерлі ісіктерге қарсы ем болатынын дәлелдеуде. Жүзімнен шырын, компот, тосап, мармелад жасайды. Жүзім шарап өндіруде кеңінен қолданылады. Ал шарап жасаудан кейінгі қалдықтардан сірке қышқылы, этил спирті, эфир майы шығарылады. Сонымен қатар жүзімді кептіріп мейіз жасайды. Ал мейіз өте пайдалы екендігін баршамыз да білеміз. Жүзімнің қазіргі медицинада қолданылуы. Түрлі фармацевтикалық компаниялар жүзімді биологиялық активті қоспа өндіруде ертеден бері қолданып келеді. Олардың құрамына жүзім экстракттары кіреді. Әсіресе жүзімнің сүйегі мен қабығы жоғары бағаланады. Мәселен, ұсақталған жүзім қабығы мен сүйегінен жүрекке арналған ұнтақ және көптеген сергектендіретін дәрі-дәрмектер дайындалады. Жүзім адам организміне қалай әсер етеді? Жүзімнің тастамырын 30 грамдай 2 литр суға салып қайнатып, шашты жуса қайызғақты кетіреді. Құйқа терісін тазартады. Шаш жақсы өседі. Көктемде жүзімнің сабағын кесіп, шырынын бетке жақса, ондағы қарадақтар кетеді. Секпіл де жойылады. Жүзімнің шырынын алма сірке суына қосып ішу еркектің ұрық безінің жұмысын жақсартады. Жарты литр шырынға 1 қасық алма сірке суы қосылады. Түстен кейін жүзім жеу, шырынын ішу ми жасушаларын жақсартады. Қара жүзім шырынында жүрек ауруларына қарсы антиканцерогендік ықпалы мол. Егерде адам күн сайын 1 стакан жүзім шырынын ішіп, 1 үзім жүзім жесе, онда қандай да бір жұқпалы аурулардың белгісі дарымайды.
Жүзімнің құрамында денсаулық үшін пайдалы антиоксиданттар мол. Ол көздің ішкі тор қабығының денсаулығын сақтауға көмектеседі. Майами университеті ғалымдарының анықтауынша, бұл жемісті үнемі жеу көру қабілетінің нашарлауы мен соқырлық қаупін айтарлықтай азайтады. Жүзім қатерлі ісіктен қорғау қасиетіне ие. Онымен қан азаю сырқатын да емдейді. Қара жүзім шырыны қан бөгелуін болдырмауға шипалы. Жүрек шаншып ауырғанда сары мейізді ет тартқыштан өткізіп, балға араластырып, күніне 3 рет шай қасықтан жейді. Жүзім шырынын мол етіп жинап, күніне 3 рет 1 шай қасықтан ішсе, бауырды жазады, оның күйіп сыздағанын басады. Ұзынша келген ақ жүзім бауыр, көк бауырды жазады, қан қысымын төмендетеді. Жүзім дененің вирустарға қарсы тұруын да күшейтеді және де қан ұюының алдын алады. Жүзімді қаны қою адамдарға ұсынған жөн, өйткені ол аспирин секілді қанды таратып, жүрек жұмысын жеңілдетеді. Ендігі кезекте мейіздің нәрсуының пайдасы жөнінде айта кетейік. Көңіліңіз күз болып жүрсе, мұндай күйде ағзада қажетті дәрумендердің жеткіліксіздігінен, кейде ағза қажетсіз ас қалдықтарынан мезі болғанда орын алады. Мұндай жағдайда ондай аурудан тез құтылуға болады. Қажетсізден тазартып, қажетімен қамтамасыз ететін сусын бар. Ол мейіз шырын суы. Тағамтану ғылымдарының зерттеуі бойынша мейіз, яғни изюм, сушеный виноград деп те айтамыз, құрамында ас қорыту жолдарын жақсартып, бауырдың қызметін жеңілдететін заттар бар. Мейізден дайындалған тұнба, шырын су, бауырды ғана емес, сонымен бірге қан құрамында токсиндерден тазалап, триглицеридті төмендетеді. Іштің қатуын емдейді, иммунитетті көтереді, ағзаны ауыр металдардан тазалайды. Сонымен қатар, асқазан сөлінің бөлінуін арттырып, бойыңызға ерекше қуат құйылады. Мейіз тұнбасын қабылдаудан соң қан құрамындағы қант мөлшері де төмендейтіні анықталған. Сондықтан да мейіз шырын суын таңертең ағза оянғаннан кейін ішу керек. Сонымен мейіз шырын суы қалай дайындалады? Құрамына 100 грамм мейіз және 300 мл су кіреді. Бірінші әдіспен дайындау. Мейізді жылы суда 15 минут қалдырыңыз. Содан соң салқын сумен жақсылап жуыңыз. Одан кейін мейізге 350 мл қайнаған су құйыңыз. 24 сағатқа қалдырыңыз. Таңертең аш қарынға осы суды қабылдайсыз. Шырын суды ішіп болған соң мейізді жеп тауыссаңыз болады. Екінші әдіс. Суды қайнауға дейін жеткізіңіз. Су бетінде көпіршіктер пайда болғанда жуылған мейізді салып, баяу отта 20 минут қайнатыңыз. Тұнбаны жылытып ішіңіз. Бастысы аш қарынға ішуіңіз керек. Таңғы астан 35-40 минут бұрын қабылдаңыз. Негізі күнде түнде тұнба даярлап, таңертең ішкен дұрыс. Мейіз нәрсуының кереметін 4 күннен соң ақ байқайсыз. Жалпы бұл емді 1 ай бойына жасау керек. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды және видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберуді ұмытпағайсыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетіңіздер. Келесі видеоларда жүздескенше аман, сау тұрыңыздар.